Баршаңа сәлем. Бүгін өзбек халқының дәмді сорпасы, керемет сорпасы машкурда дайындап көрсетемін. Құрамына керек заттардың бәрін кубик қылдырып дайындап қойдым. Бұл жерде басты маш болып табылады: күріш, пияз, ет, қызыл тәтті бұрыш, қызанақ, сәбіз, морковь. Осыларды қосамыз. Қазанға май құйып қыздырып, үстіне ет салдым. Қуырып шамамен 7-8 минуттай қуырдым етті. Қуырылған еттің үстіне пиязын салып, араластырып екеуін. Оның үстіне сәбіз салдым. Тәтті қызыл бұрышты салдым. Қызанақты салып қуырамын. Томат пастасын пайдалансаңыздар болады. Қызанақтың орнына маған қызанақ қостым мен. Шамамен 2 литр қайнаған салқын су құйдым. Тұзын салып, араластырып, басқа да дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен ешқандай дәмдеуіш пайдаланбадым. Қайнаған сорпаның үстіне картоплын саламыз, күрішін саламыз, машты саламыз. Барлығын араластырып, қайнатып, 45-50 минуттай қайнатып пісірдім. Міне дайын болған сорпам машкурда. Сіздер жасап көрмесеңіздер, жасап көруге кеңес берем. Өте дәмді шықты.